Физика 7 сынып башкаруу китабынан 79 беттеги жаттыгуунун 4 эсебин талкуйдун болобуз. Биринчи эсеп массасы 1 кг дененин полюстеги жана экватордагы салмагын аныктаңдар дейт. Энди биз биринчи полюстеги салмагын анықтау үчүн дененин массасын G полюстеги эркин түсүүдүнө көбөйтөм. Сонда 1-ди көбөйтөм 9,832ге. Сонда 9,832 ньютон болот. Келесі экватордагы салмагын анықтау үчүн мен дененин массасын экватордагы эркин түсүүдүнө көбөйтүүм керек. Дененин массасы 1, экватордагы эркин түсүүдө 9,78. Сонда 9,78 ньютон болады. Келесі салмагы 5 ньютон бала салмагы 50 ньютон кандайда бир денени ұстап тұр. Ол жерде кандай күчпен кысат дейт. F табуу керек. F2 салмактын косындысы болот. Сонда 500-ді қосасындар 50-ге, ол деген сөз 550 ньютон болады жауап. Келесі есеп массасы 40 кг баланын айдагы салмагын аныктаңдар дейт. Айдагы эркин түсүүдөн берипти. Енді караңыздар. Оның айдагы салмагын анықтау үчүн баланын массасын көбөйтесиздер G айдагы эркин түсүүдүнө. Сонда баланын массасы 40, 40-ты көбөйтесиздер 1,6-га. 64 ньютон болады екен. Келесі есеп массасы 1 кг денеге айда 1,6 ньютон ауырлық күші әрекет етеді. Массасы 50 кг адамның ай бетіндегі салмағы қандай дейді. Енді бізге мына жерде мына М2 салмақты берген адамның, және де біз білеміз, айдағы еркін түсуде ол тұрақты 1,6 екен. Сол себепті мен адамның айдағы салмағын анықтау үшін сол адамның массасын G айдағы еркін түсу үдеуіне көбейтем. Сонда 50-ді көбейтем 1,6-ға. 80 ньютон болады екен. Осымен есебіміз аяқталды.